Бүгін енді сүйінші жаңалығы бар адамдар біздің студиямызда біреу ғана емес, суретшілердің әрқайсысы өз туындысымен, сурет салу әдісімен ерекше, және олар көп жағдайда мемлекет тарапынан қолдауға ие болып те келе жатыр. Солардың бірін біз қазір студиямызға шақырып алғымыз келіп тұр. Жақында ғана күшім жететін адам сияқты итеріп тастағым келіп тұр ғой. Өздеріңіздің алдарыңызда осы студияда сұхбат берген суретші мемлекеттік деңгейде үлкен бір марапатқа ие болып отыр екен. Ендеше Ринат Елубаев өзі келіп студиямызға айтып берсін барлығын. Келіңіз, Ринат мырза, күтіп қалдыңыз ба? Қалыңыз қалай? Көп болмап еді сізбен сұхбат құрғалы. Міне жақсы жаңалықпен өзіңізді тағы бір мәрте көріп отырмыз. Қалыңыз қалай? Жақсы. Бәрі жақсы ма? Не болды? Жақсы дедіңіз ғой. Қандай жаңалық? Әдемі сұлу қызды көріп есім ауысып отыр. Сіз өткен жолы маған сіздің суретіңізді дұрыстап салып берем деп уәде бергенсіз. Жоқ сурет әлі. Жарайды. Бірақ сіз басқа да жетістіктерге жетеміз, талпынамыз деп те уәде берген екенсіз. Сол міне жетістігіңіздің қуанышын бөлісейік деп сізді шақырып отырмыз. Өзіңіз айтсаңыз, қандай жаңалық көрерменге айтып беріңіз? Мен деп айтыңызшы, күшті қылып, дауысты шығарып. Қазіргі жаңалық па? Мемлекеттік стипендиясын иегері болдым. Сол жаңалық әзірге. Тамаша жаңалық қой? Иә. Сіз сондай скептикалық формада мемлекеттік стипендияны иегері болдым деп. Иә, сосын қосымша жаңағы зағип жандармен жұмыс жасап жатырмын қазір. Солармен картиналар жазып. Сондай жаңалық та бар. Яғни студияда зағип жандарға сурет салуды үйретесіз. Олар салады кәдімгідей. Көздері көрмесе де жүректері бар ғой. Тамаша. Ерекше шығады картина. Сіз өзіңіз үйретесіз, е? Иә, көрсетеміз, нетіп жатырмыз, сол жақсы. Немен салады? Майлы бояумен? Майлы бояумен, гуашьпен де, акрилмен де бүкіл техникаларды пайдаланамыз. Тамаша. Мемлекеттік стипендия иегері болу үшін не істеу керек? Ол үшін енді мен қалай айтсам екен, мен енді суретшімін. Білем? Иә, сол көбінесе сол өнер саласында жүру керек, көп дүниелер жасау керек, байқауларға қатысу керек, көрмелерге қатысу керек. Өзін көрсету керек деп ойлаймын енді. Өнермен. Иә, сол күндердің бір күнінде бағалайды деп ойлаймын үкімет. Яғни сіздің мемлекеттік стипендияға ұсынған жобаларыңыз болды, е? Жоқ, менде ондай жоба еңбегіңізді бағалады. Солай деп ойлаймын. Иә. Өйткені қалай енді мәдениет саласында баяғыдан бері енді еңбек етіп келе жатырмыз. Енді әйтеуір соны елеп бағалады деп есептеймін енді. Сол. Енді қалай айтсам екен, енді тек қана сурет, енді мен негізі өзімнің кәсібім туғаннан бері сурет, негізі сурет, бірақ қосымша өзім табыс көзі бар. Сіз айттыңыз ғой, басқа да салалар жоқ, ол жердің табыс жоқ. Бір кезінде мысалы кинода түсірдік, әндерге сөздер де жаздық. Бірақ негізі өзімнің салам кәдімгі сурет қой. Сол сурет саласы негізі мені жаңағыдай Ринат Елубаев қылдырған, сол негізі сурет өнері, бейнелеу өнері. Тамаша. Қанша адам келеді қазір сурет студияға? Жаңағы зағип жандар бар, басқа үйренем дегендер бар? Жоқ, енді өзім студиям әзірге жоқ, енді менде бұлай ғой. Кім шақырады, соған барам. Барып береді тұрасыз? Иә, шеберлік сабақтарын береміз. Немесе жаңағыдай суретке қатысты сол өзімнің жаңағыдай шеберлігімді көрсетем, үйретем. Сол әзірге. Бәлкім бір шыны керек, сіз менің қызығушылығымды оятып қойдыңыз. Көрерменде де сондай қызығушылық оянды деп ойлаймын. Әсіресе мысалы зағип жандардың салған суреттерін көруге бір көрме ұйымдастыру туралы жоспар бар ма? Негізі бұлай ғой. Қазір жоспар бар ма? Жоспар бар. Бірақ оның бәріне қаражат керек. Мен бастамасын бастап қойдық. Әзірге 7 картина бар. Тамаша, оның өзі үлкен жетістік. Үлкен жетістік, бірақ аз. Егерде қазір көрмеге жетеу аз екенін білем. Аз. Бірақ менің ойымша, енді бұл мемлекеттік деңгейдегі телеарна естіп көргендер болса, сізді шақырушылар көбейеді деп ойлаймын. Иә, бар негізі. Қазір келісіп жатырмыз. Bir жерде жаңа 7 картинамен ғана шектеліп қалдық. Өйткені оған ары қарай бізге қаражат мәселесі
керек болды. Қазір енді тағы бір кісілермен сөйлесіп жатырмыз. Мүмкін ол жерде де қаражат табылып қалып жатар деп ойлаймын. Тамаша. Не болса да мемлекеттік стипендияңыз құтты болсын. Менің ойымша сіздің Ринат Елубаевтың ары қарай жақсы шабытпен, жігермен жұмыс істеуіне бұл шабыттандыратын, ынталандыратын дүние деп ойлаймын. Қалай айтсам екен, өйткені әр адам мысалы өзін еңбек еткен кезде ол еңбегін біреу бағаласа, ол адамға керемет шабыт береді. Тамаша. Ең бастысы мемлекет тарапынан бағаласа, ол өте жақсы. Мемлекет неге бағаламайды? Ниеті бар, талабы бар адамның бәрін қолдай алады деп, назардан тыс қалдырмайды деп үміттенеміз. Ринат Елубаев, құрметті көрермендер, мемлекеттік стипендия иегері, белгілі суретші. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың осы соңғы минуттарында өздеріңізбен бірге өмір көркем болсын, еңбек қашан бағаланады деген үміт емес, ең бірінші менің еңбегім өзіме бағалы деген сенім болу керек сияқты. Сол кезде өзгелердің де бәлкім магнит секілді бағасы пайда болады сізге қатысты. Ертеңге дейін жақсы жаңалық көп болсын.